Бәріне сәлем достар, есімім Нұрдәулет. Бүгінгі сабақта 5-ші сыныпқа толық шолу жасайтын боламыз. Жалпы 5-ші сыныптағы барлық маңызды деген тақырыптармен танысатын боламыз. Олай болса, кеттік. Олай болса, 5-ші сыныпқа толық шолу жасауды бастайық. Ең бірінші ақпарат деген не? Біз кез келген информатика кітабын алатын болсақ, мысалы 5-ші сынып болсын, 6-ші сынып болсын, ең бірінші тақырып бұл ақпарат деген не деп тұрады. Жалпы ақпарат деген бұл информатикадағы ең негізгі ұғымдардың бірі. Бұны барлық адамға білу керек. Жалпы ақпарат бірақ бұл өте қарапайым ғана нәрсе, өзінің аты айтып тұр ғой, қазақша бір нәрсе туралы мәлімет не хабар алу. Адам ақпаратты көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу деген сияқты сезім мүшелері арқылы алады. Мысалы, адам бір кітапты оқу арқылы, көру сезім мүшесі арқылы ақпаратты алады. Болмаса досының айтып жатқан әңгімесін тыңдап, оны есту арқылы ақпаратты алады. Жарайды, ақпарат деген не екенін түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, келесіге кетейік. Ақпаратты шифрлау дегенді қалай түсінесің? Жалпы, шифрлау деген бұл белгілі бір құпия ақпаратты басқа адамдар оқи алмайтындай етіп өзгерту. Міне осыны біз шифрлау деп айтамыз. Жалпы шифрлау бұл өте көнеден келе жатыр. Осыдан 4000 жыл бұрын пайда болған. Ол кезде адамдар саясатта, сауда-саттықтағы, әскердегі белгілі бір құпия ақпараттарды басқа ешкім біліп қоймау үшін оны шифрлап отырған. Міне содан бастап қазірге дейін ол өте кеңінен қолданады. Мысалы, біз қазір ақпаратты шифрлауды күнделікті өмірде қолданамыз. Мысалға айтатын болсақ, сіз Instagram парақшасын, болмаса кез келген сайтқа болсын, регистрация жасаған кезінде осы шифрлауды қолданасыз. Қай жерде сіздің қойып жатқан пароліңіз міндетті түрде шифрланатын болады. Яғни оны сізден басқа ешкім білмеу керек. Ол құпия ақпарат. Осыны шифрлау деп айтады. Қараңыздар, сіздерге қазір шифрлауға қарапайым мысал көрсетейін. Біз орыс алфавитін аламыз. Сол жердегі әрбір алфавиттегі әрбір әріпті белгілі бір санға тең деп аламыз. Мысалы, А әріпі ол 11-ге тең, Б әріпі 98-ге тең деген сияқты әрі қарай кете береді. Бұл енді шифрлаудың ең қарапайым, ең оңай түрі, сіздерге тек түсінікті болу үшін жасап көрсетіп жатырмын. Мысалға, алма деген сөзді шифрлайтын болсақ, ол бізде 11, 48, 50, 11-ге тең болады. А деген сөз 11-ге тең, Л деген сөз 48-ге тең деген сияқты. Міне осыны біз шифрлау дейміз. Адамдар шифрлауды белгілі бір математикалық әдістерді, арифметикалық әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырады. Бұл жерде біз тек сандардың және әріптердің көмегімен шифрлап жатырық қой, тек сандардың көмегімен, ал негізінде ол шифрлаған кезінде өте көп деген символдарды қолдану арқылы жасайды екен. Енді келесі кезек дешифрлау. Дешифрлау деген бұл шифрланған ақпаратты бастапқы қалпына келтіруді біз дешифрлау деп айтамыз. Ол мінекей, мәтінді шифрлаған адам оны кері қарай өз қалпына қайтару жолында ойластырып отырған. Міне сондықтан да дешифрлау деп шифрланған мәтінді бастапқы қалпына қайтаруды айтады екенбіз. Сіздерге шифрлау мен дешифрлау не екені түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, ақпаратты кодтау деген не? Жалпы ақпаратты кодтау деген қарапайым ғана нәрсе. Ол белгілі бір ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсынуды біз кодтау деп айтамыз. Мысалы, алфавитке біз қазақ алфавитін алайық, орыс алфавитін алайық, ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсыну. Адамдар кітап жазған кезде не істейді? Алфавит арқылы ақпаратты ұсынады. Мысалы, қазақша кітаптар бар, орысша кітаптар бар, қазақ алфавитін қолданып та ақпаратты қазақ тілінде кодтайды. Міне осылай жүзеге асатын нәрсенің бәрін біз кодтау деп айтамыз. Қарапайым ғана нәрсе. Тағы да бір мысал келтірейін. Баяғы кезде біздің аналарымыз магазинге жұмсаған кезінде қолымызға кішкентай парақ жазып беретін еді. Параққа не алу керек екен? Мысалы, нан, 2 нан, 1 сүт, қант ал деген сияқты солай жазып беретін тұғын. Ол не үшін? Ол кезде тек қана біздің анамыз біздің магазинге барған кезде не алу керек екенін ұмытып қалмау үшін солай жазып беретін тұғын. Міне біз осыны анамыз кодтап жатыр осы кезде. Ақпаратты анамыз қағазға түсірді, белгілі бір алфавитті қолданды, яғни ақпаратты анамыз кодтады.
Жалпы ақпаратты кодтау сонда не үшін керек? Ақпаратты кодтау бізге ақпаратты тасымалдауға ыңғайлы ету үшін және сақтауға ыңғайлы ету үшін керек екен. Бұрынғы ежелгі заманда адамдар ақпаратты тасымалдау үшін белгілі бір тастарға жаңағыдай суреттерді қажап солайдан келтірген еді. Ол ақпаратты тасымалдау үшін керек еді. Бірақ ол өте қиын сондай бір жол еді ғой. Ал ақпараттарды қазір тасымалдаудың оңай жолы бұл алфавиттерді қолдану. Міне осыны біз кодтау деп айтамыз. Қараңыздар, екі адам бір-бірімен ақпаратты тасымалданған кезінде белгілі бір, мысалы, қазақ алфавиті, орыс алфавиті, Қытай алфавиті деген сияқты бір алфавиттерді қолдану арқылы ақпаратты тасымалдайды. Ал адам мен компьютердің арасында ақпарат тасымалы қалай жүзеге асады? Компьютер ол қазақ тілінде, орыс болсын, Қытай тілі болсын, ағылшын тілі болсын, ешқандай тілді түсінбейді. Компьютердің түсінетін тек қана бір ғана тілі бар. Ол 0 деген не нәрсе, 1 деген не нәрсе болды. Осыдан басқа еш нәрсені түсінбейді. 0 мен 1-ден басқа компьютер еш нәрсені білмейді. Сол үшін адамдар осы ең бірінші компьютерді ойлап тауып жатқан кезде клавиатураны, осыны қалай жүзеге асырамыз деп ойлаған. Сол кезде неше түрлі жаңағыдай жолдар пайда болған. Соның бірі мынау ASCII коды. Қазір компьютерде ең көп қолданатыны осы ASCII деген код, яғни ASCII алфавиті. Не, қараңыздар, сіздерге мысал келтіріп көрсетемін. Мынау ASCII коды үзінді. Сол ASCII кодынан мысалы үшінге айттым, бағана компьютер ол 0 деген не нәрсе екенін түсінеді және 1 деген не нәрсе екенін түсінеді, басқа еш нәрсені түсінбейді дедім. Сіз клавиатурадан А деген әріпті, үлкен А деген әріпті басқан кезінде ол компьютер оның 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 екенін түсінеді. Ал кішкентай А әрпін басқан кезде ол 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 екенін түсінеді. Яғни, кез келген әрбір символ әртүрлі жаңағындай 1 мен 0 мен өрнектеледі. Әрқайсысы әртүрлі. Мысалы, үлкен А басқаша өрнектеледі, кішкентай А басқаша өрнектеледі деген сияқты. Яғни компьютер оның әрқайсысын жеке қарастырады. Ол үлкен А екен, кішкентай екен, А екен деп қарастырмайды. Осы кезде қарасаңыздар, міне байқасаңыздар, кез келген символды өрнектеу үшін 1 мен 0-ден құралған 8 тізбек керек екен. Міне осы 8 тізбектен тұрады, оны біз 8 биттен тұрады деп айтсақ болады. Жалпы 8 бит 1 байтқа тең. Жалпы ASCII коды 256 символды өрнектеуге жетеді. Енді осы ASCII кодына мысал қарастырайық. Мысалы, ағылшынша Apple, алма деген сөз, осы Apple сөзін кодтап көрейік. Осы кодтаған кезінде біздегі бірінші үлкен А әріпі, одан кейін кішкентай P, P2 әріп, L, E әріптері осылай өрнектеледі екен, осылай кодталады. Ал осы кодталған мәліметті бастапқы қалпына қайта айналдыруды біз декодтау деп айтамыз. Шифрлау мен кодтаудың айырмашылығы қандай? Екеуін шатастырмауымыз керек. Екеуі екі түрлі нәрсе. Шифрлау деп құпия ақпаратты бөтен адам оқи алмайтындай етіп өзгертуді біз шифрлау дейміз. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл жерде шифрлаудың басты мақсаты бір ақпаратты тасымалдау емес. Бұл жерде белгілі бір ақпаратты басқа адам оқып қоймаса екен деген сияқты құпия түрде ұстау үшін осы шифрлауды қолданады. Ал кодтауды қолданған кезінде адамдар ол жерде бір ақпаратты жасыру емес басты мақсаты. Ол жердегі басты мақсат тек қана ақпаратты тасымалдау. Белгілі бір алфавит арқылы ақпаратты тасымалдайды, болды, осыны кодтау деп айтады. Сақтап, тасымалдау. Мысалы, кітап жазады, адамдар. Ол ұзақ уақытқа кітаптар сақталады, тасымалданады. Не осы ақпаратты өстіп адамдар кодтайды. Сонымен біз 5-ші сыныпта аяқтаймыз. Сабақ сіздерге қызықты және пайдалы болды деген сенімдемін. Жалпы 5-ші сыныптың материалы бұл өте жеңіл, қарапайым ғана заттар болғандықтан біз бұл видеоға тек күрделеу деген тақырыптарды жинақтаған болатынбыз. Осы видеоның астына мен 5-ші сыныптың кітабына сілтеме қалдырып кетемін. Сол жерден сіздер кітапты жүктеп ала аласыздар. Кемінде бір рет кітапты оқып шығыңыздар. Егер түсінбеген тақырыптарыңыз болатын болса, осы видеоның астына комментарийға жаза аласыздар. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Егер сабақ ұнаған болса, сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнаға жазылыңыздар.
Келесі сабақта біз 6-шы сыныпты бастаймыз. Олай болса келесі кездескенше сіздермен бірге болған Legasoft.